Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі. Зерттеу сұрағы: неге Мөде Шанюи жер мемлекеттің негізі деді? Оқу мақсаттары: картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Бүгінгі сабағымызды өрбіту үшін ғұн тайпаларының тарихы жайында шағын бейне материалды ұсынамын. Бүгін біз сіздермен бүкіл Евразия құрлығындағы этно-саяси дамудың түбегейлі өзгерістеріне тікелей ықпал еткен көшпенді әрі жауынгер тайпа ғұндар туралы тарихи деректерден хабардар болып, олар жасамыз. Сонымен қатар ғұндардың археологиялық ескерткіштері мен қолөнер бұйымдарының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Ғұндар туралы тарихи деректер. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Орталық Азияда Қытайдың солтүстік шекараларына жақын орналасқан ғұн тайпалары бірге бастады. Ғұндар Қазақстанға Орталық Азиядан біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырдың соңы мен біздің заманымыздың 1 ғасырында келгендіктен, олардың тарихы қазақ жерімен тығыз байланысты. Оны біз археологиялық қазбалардан және Қытайдың жазба деректерінен білеміз. Ғұн атауы біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың аяғында алғаш рет Қытай экономикалық және саяси тарихы жөнінде ең алғаш жазған Қытай тарихшылары Сыма Цян, Бангу, Фай Энің шығармалары аса құнды мәліметтер береді. Олардың біріншісі Қытай тарихының атасы Сыма Цянның 130 бөлімнен тұратын Ши Цзи тарихи жазбалар атты еңбегі болса, екіншісі Бангу жазған еңбек Цян Ханьшу, Батыс хан мемлекетінің құжаттары деп аталады. Ал үшіншісі тарихшы Фай жазған Хоу Ханшу, Шығыс хан мемлекетінің құжаттары атты шығарма. Сонымен қатар Европа ғалымдарынан Рим тарихшысы Аммиан Марцелиннің іс-қимылдар деп аталатын 31 кітаптан тұратын шығармасы, француз тарихшысы Тьер Амедидің Аттила және оның мұрагерлерінің тарихы атты 2 томдық кітабы, герман тарихшысы Йорданның ғұн билеушілері Ругила мен Аттила басқарған мемлекет және Аттиланың Римге жорығы туралы мәліметтері бағалы еңбектер қатарына жатады. Қазақ ғалымдарының ішінен ғұн билеушісі Аттила туралы алғаш рет жазып ғылымға енгізген Шоқан Уәлиханов болды. Бүгінгі таңда ғұндардың тарихымен тереңірек танысуға мүмкіндік беретін көрнекті түрік тарихшысы Бахадин Өгелдің 1981 жылы Анкарада басылып шыққан Ұлы ғұн империясының тарихы атты 2 томдық кітабының маңызы зор. Бұл шығарманың түрік тілінен қазақ тіліне аударылған нұсқасы 1998 жылы жарық көріп, оқырман назарына ұсынылды. Археологиялық ескерткіштері. Шөл және шөлейт аймақтардағы ғұн ескерткіштеріндегі өзіндік ерекшелікке биік ертұрман, қауырсын тәріздес, қабыршақты өрнек, әшекейлі қол қазан жатады. Ғұн қабірлерінен көптеп кездескен бұйымдар, күрделі садақ пен түрлі әшекейлер. Ғұн садағы 7 сүйек бөліктерінен құрастырылып, иыққа жақындайтын тұсы қосымша сүйек қапсырмаларымен бекітілген. Халықтардың ұлы қоныс аудару кезіндегі далалық қорымдардан созыла басылған алтын қаңылтыр мен түрлі түсті тастар салынған әшекейлер табылды. Олардың мұншама көп таралуы көшпелілерді тез байуға алып келген Иран мен Римге қарсы тонаушылық соғыстарына байланысты болған еді. Әзірге зерттелген ғұн қабірлеріндегі бұйымдар алтын және өзге әшекейлермен сәнделген. Археологтар Иволга өзенінің
Селенгіге құяр тұсындағы елді мекеннен тұрақты жартылай жертөленің орнын тапты. Едені сабан араласқан балшықпен сыланған жертөленің ішінен тары дәндері, шойын түрендер, темір орақ, тас дән күштер және астық сақтайтын оралар табылды. Ғұндардың қабірлерін қазу барысында табылған қыш құмыралар, көзелер, саптаяқтар қолдан жапсыру тәсілімен ұршық қалыптарда дайындалған. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы үстемдік етті. Ғұндардың бейнелеу өнері сақтардың аңдық стиль дәстүрімен байланысты. Ғұндар тастарға салынған суреттерде бұқа, бұғы, аққу бейнеленді. Олардың түсінігінше бұқа күш пен биліктің, бұғы бақыт пен жақсылықтың, аққу отбасының символы болған. Мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда мөде Қытай мемлекетімен кескілескен ғұн тайпаларын біріктіріп, ғұндардың билеушісі Шәню деген атақ алды. Ол шексіз билікте аспан ұлы деген атаққа ие болды. Бірінші тапсырма: кескін картамен жұмыс. Өткен тақырыптарға сүйене отырып, кескін картаға ғұн, үйсін, қаңлы мемлекеттерін орналастырыңдар. Екінші тапсырма: хронологиялық жылдарды оқиғалармен сәйкестендіріңдер. Үшінші тапсырма: сұрақтарға берілген нұсқа арқылы жауап беріп, дәптерге түсіреміз. Үйге тапсырма: 45-46 параграфты оқу және ғұн мемлекетінің негізін қалаушы мөдеге мінездеме беру.